Қостанайда кезінде бір келіншек келіп тұр, жылап. Не болды? Әкем қайтыс болды асыл. Не себепті? Бір 8 жасар қызды машинамен қағып кеткен. Сосын ата-анасымен бәрін бірге больницаға келгенде қашып үйге барып бітті, сотталатын болдым деп асыл болып қалған ғой. Сөйтсе қызға ештеңе болмаған, тек жай шок алып қапты дейді. Қыздың ата-анасы айтып отыр дейді. Біз қызымыз аман болса болды, біз неге милицияға да берейін деп жатқан жоқпыз сотқа. Көрдіңіз бе? Яғни Аллах Тағала сынады қорқынышпен. Ертеңгі күн мә сотталам деген қорқыныш. Сол сынақтан өте алмады, бар асыл қалды. Түсінікті ме? Міне Аллах Тағала қорқынышпен сынайды деп отыр. Аштықпен сынаймын деп, өз балаларын өзі жеп, жаңа туған бауырларын өліп қалған соң ертең кесіп алып жеген, шыққандарға дейін жеген кездер болған. Адам аш болатын болса қарамайды. Азайтумен сынаймын. Нені? Минал амуал. Дүние мүліктерімді азайтып тастаумен сынаймын деп жатыр. Аллах Тағала мен сендерді жеміс-жидектерімден, жаңағы егіндіктерімді азайтуменен сынаймын деп жатыр. Мынау мен беріп жатқан сынақтарға сабыр ететін болсаңдар, кім сабыр етеді? Мұхаммед, соларды башир дегені, тәбшир деген сүйіншілер дейді. Немен? Сабыр етушілер кімдер десе, оны сипаттап айтады. Олардың бастарына түсетін болса, сабыр етушілер, олар айтады дейді. Қолу. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Адам қайтыс болғанда айтамыз ол бізде. Соны айтып жатыр. Басына іс түскен кезінде, Аллах Тағала жаңағыдай бір сынақтармен сынаған кезінде, ол сабыр етушілер ең бірінші нені айтады дейді? Расында біз Алланың иелігіндеміз, сізде Алланың иелігіндеміз, бізде ол жаққа қайтамыз деп айтады. Яғни жақынымыз қайтыс болса, туған туысқан біреуіміз қайтыс болса, біз қазіргі күнде естіп жатамыз, мы вечно будем помнить деп қояды. Қоштасып жатқан, қайтыс болып жатқан адамдардың несінші? Бұл дүниеде біз мәңгі болмаймыз. Ал сабыр етушілер үй деп айтпайды дейді. Басына іс түскен кезінде, мына қайтыс болған бауырым, бұл Алланың қалауымен қайтыс болып отыр. Бұл да Алланың мүлкі, былайша айтқанда, жаратқан нәрсесі. Алланың иелігіндегі нәрсе. Алла өзіне қайтарып отыр. Біз де ол жаққа қайтамыз. Біз де қайтыс боламыз деп айтады дейді сабыр ететін адам.